Сәлем достар, мен бүгін сіздермен лағманның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл ең өтімді, ұтымды рецепт. Сол себептен бір жасағаннан кейін міндетті түрде қайта жасайсыздар. Ең алдымен біздер етімізді маринадтап аламыз. Ол үшін етті ұзыншалап турап аламыз. Негізінде ұзын ары қылып тураған жақсы. Енді бізге маринад үшін бір жұмыртқа, соевой соус, және де қалағандарыңша тұз, кукуруз крахмалы және де кішкене бұрыш пайдаланасыздар. Осының барлығын араластырамыз. Достар, қазір лағман жасаған уақытта көптеген ингредиенттерді айтатын боламын. Ол ингредиенттердің барлығы специя сататын жерде бар. Сол себептен қорықпай бір рет жасап көріңіздер. Араластырып болғаннан кейін үстіне су құямыз да 1 сағат қақпағын жауып тұндырып қоямыз. Енді ең басты рецептке келейік. Біздерге пекин капустасы қажет. Және де сельдерей керек. Сельдерей бұл бізде лағман жасаудың ең бірінші орында тұратын ингредиенті. Егер де сельдерей болмаса, лағман жасамасаңыздар да болады. Бұл бізде кәдімгі, мысалға қазақта ет асқан кезде наны болмаса, нанын салмаса, ол бізде ет тамақ, яғни бешбармақ болмайды, я. Сол сияқты ұйғыр асханасында сельдерей болмаса, демек біздерде лағманымыз дұрыс шықпайды. Көріп отқандарыңыздай, жуа, тәтті бұрыш, ащы бұрыш және де чеснок суға салынған. Суға салынбағанда чеснок, соевой соус, кукуруз крахмалы, паприка және де хаджо. Достар, хаджо ол бізде кез келген базарда, кез келген специя сататын жерде осы ингредиенттерді таба аласыздар. Және де томат. Осы жерде тағы да бір айта кететіні, чесноктағыдай су құйып, имбирді салып қоюға болады. Ал кеттік бастайық. Пекин капустасын 4 бұрышты қылып турап аламыз. Бізге жапырақ жағы қажет емес, қатты жағы қажет. Сол себептен видеодағыдай мұқият қарап, 4 бұрышты қылып турап алыңыздар. Қызыл тәтті бұрышты да дәл солай 4 бұрышты қылып турауымызға болады, ұзынша ретінде турауымызға болады. Өздеріңіз қалағанша тураңыздар. Майымызды қыздырып аламыз. Манағы маринадталған етті үстіне саламыз. Отымыз, яғни газдың оты жоғарғы максималныйда тұру қажет. Жайлап араластырамыз. Пекин капустасын саламыз. Әр қайсын, достар, мысалы етті салған уақытта 2 минуттай қуырамыз. Пекин капустасында үстіне 2 минут қуырамыз. Қатты жұмсақ болып кетуге болмайды. Шамалы қатты болу қажет. Келесі үстіне қызыл бұрышты саламыз. Оны да 2 минуттай араластырып, қыздырып аламыз.
2 минуттай уақыт өтті, үстіне сельдерейді саламыз. Тең жартысын салсаңыздар болады. Қалғанын қазір осы процесті жалғастырған уақытта саламыз. Бізде қуырылып дайын болды. Оны бөлек ыдысқа салып аламыз, бірақ майды қалдырамыз. Май бізге не үшін қажет болды, қазір айтамын. Егер майларың жетпей жатса, ішіне тағы да кішкене май қосып жіберулеріңізге болады. Біздер манағы жуаны алып турап, қайтадан бөлек шыжғырамыз. Чеснок саламыз. Яғни құрғақ чесногымызды бірінші салып аламыз, одан кейін барып су құйған чеснокты құямыз. Жуамыз қуырылғанша ащы бұрышты тәтті бұрыштардың арасына қосып саламыз. Жуамыздың үстіне томат салып, жақсылап араластырамыз. Қуырылып болғаннан кейін біздер қайтадан манағы етті үстіне түсіріп бірдей қылып қуырамыз. Осы кезде үстіне тұз себеміз. Достар, бірақ аздап сепкендеріңіз жөн, себебі мана маринад уақытында етке де тұзды септіңіздер. Қара бұрыш, хаджо, паприка, жана қалған басқа ингредиенттердің барлығын салып араластырамыз. Міне соңғы жағында кукурузный крахмалды да салдық. Соевой соусты негізінде бір ас қасық салғандарыңыз дұрыс. Қалған сельдерейді де салып жіберіңіздер. Жақсылап араластырып, үстіне су құйыңыздар. Яғни қалағанша бетін жауып бұқтырып қоямыз. Достар, қараңыздар. Негізінде ұйғыр кухнясында суды көп құймайды. Яғни лағманға суды көп құймайды. Бірақ біздер суды көп болғанын жақсы көреміз, я? Сол себептен мен де жақсы көремін, суды молырақ құямын. Егер де құрғақ болсын десеңіздер, онда суды аз мөлшерде құйыңыздар. 15-20 минуттай тұндырамыз. Енді қараңыздар, достар. Біздің нанымыз дайын. Нанды қалай басу қажеттігін мен осы видеоның ссылкасында қалдырамын. Соған өтіп қарасаңыздар болады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Күйеулеріңіз міндетті түрде бағалайды. Рецепт ұнаса, лайк, комментарий сіздерден күтемін.